Қайырлы күн. Кембридж университетінің білім беру факультетінің атынан сіздерге қош келдіңіздер деймін. Менің есімім Пит Дадли. Бүгінгі кәсіби іс-шара аясында сіздерді қошеметтеу мен үшін үлкен құрмет. Соңғы 4 жыл бойы мен дүниежүзілік сабақты зерттеу қауымдастығының президенті қызметін атқарып келемін. Сонымен қатар, жапондық сабақты зерттеудің ерекше түрі болып табылатын зерттеу сабағын құрастырған болатынмын. Зерттеу сабағы дегеніміз сабақты зерттеу цикліндегі бір сабақ. 20 жыл бұрын Ұлыбритания мәтіні үшін зерттеу сабағын әзірлеу мақсатында мен британдық мұғалімдермен жұмыс істедім. Қазіргі таңда ол бүкіл әлемге таралуда. Дүниежүзі мұғалімдері өз тәжірибелерін бірлесіп зерттеу барысында қажетті әдеттер мен дағдыларды қалыптастыра алатынына мен кәміл сенемін. Олар өз мектеп оқушыларының оқуын зерттеу үшін зерттеу сұрақтарын әзірлейді. Бұл зерттеу сұрақтары нақты оқушылар тобына оқу бағдарламасының белгілі бір бөліміне не болмаса педагогикаға бағытталуы мүмкін. Мектеп және жүйе басшылары осы тәсілдің оқыту мен оқуға тигізетін жағымды ықпалын және нәтижелерін көрген кезде мектеп жұмысын осы тәсілді басшылыққа ала отырып ұйымдастырады. Міне, дәл осы себепке байланысты мен зерттеу сабағымен айналысамын. Осындай белсенді зерттеулер арқасында біз бүгінгі таңдағы медицина қызметкерлері сияқты өзіміздің кәсіби ықпалымызды арттырып, үлкен құрметке ие бола аламыз. Міне, осы арманым Қазақстанда жүзеге асырылуда. Қазақстандық мұғалімдердің өз оқыту және оқу тәжірибелерін, оқу бағдарламаларын үздіксіз жетілдіру, сондай-ақ үдеріс арқылы мектептің дамуы үшін кәсіби ноу-хауларды құруға деген талпыныстары таңғалдырады. Сабақты зерттеу осылардың барлығы жүзеге асырудың басты тетігі болса, сыныпта оқыту немесе қазіргі жағдайдағыдай онлайн оқыту тәжірибесінің сапасы одан әрі арта түсетініне сенімдімін. Сөзімді аяқтай келе, биылғы күрделі оқу жылында және сабақты зерттеуді жүзеге асыруда мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Жұмыстарыңыз табысты болсын дегім келеді. Сіздердің кәсіби дамуға деген талпыныстарыңыз бен оқушыларды дамытуға және оқу үдерісіне қосып жатқан үлестеріңіз үшін қол соғамын. And to standards for your children.